Бомбардымандан соңра Украина описханесіне yol алды. Кешкен сене март айында Харьков телебағыны бомбалаған рус учучысына 12 ел апис жазасы үкімі шығарылды. Украина қавсызлық қызметлерінде білдіргенлеріне көре, ишгалжы учучы арби учақнен Украина девлет сыңырларыны кечті ве 2,5 тонн тротила тешкил еткен ФАБ-500 ава бомбаларынен ұжым керчеклештірді. Ұжымден соңра Украина аскерлері арби учақны тұшырып олды. Учақтан атламаға етіштірген рус ишгалжы сет туттылар. Украина баштабында білдіргенлеріне көре рус ишгалчылары турмай Бахмутны бомбалай. Украина сабуныжылары уч өңеліштен келген ұжымлеріні тоқтатып, топ мермелеріне жауап бере. Рус идарежілігі бітмеген аскер етіні жебеге атмаға девам етем, ама бұларға бақмадан Донецк велиетінің қалесіні запт етіп оламайлар. Украина аскерлері ишгалчыларыны Константиновка yolында yok еті. Бұл yol Украина незареті алтында бұлынған esas Бахве теминат yoludur. Бахмутның мудафачылары вазиетні ағыр, ама незарет алтында олғаныны қайдетелер. Де намагається противник прориватися, ми його зупиняємо, стабілізуємо це все і тримаємо свої рубежі. Автоматичні гранатомети, ручні гранатомети, кулемети, транспортний засіб з кулеметом Браумінг. І в будь-який момент, на протязі пару хвилин, вони прилітають в будь-яку точку, куди необхідно, і надають вогневу підтримку, вражають великою кількістю противника. І так ми стабілізуємо. Ми не вертаємося до радянських тих сторінок, написаних купою крові і купою загибших людей. Ми йдемо, пишемо нову історію і зазираємо в Європу, а не в сторону Радянського Союзу. Украина баштабында Москов ишгалчыларынын муафакиятсыз штурмларына Авдеевка ве Шахтарск истихаметлерінде де кайдетелер. Анда ишгалчылар ичбір шейнен мақтанып оламай, айны шарқи жебенің башқа ноқталарында олғаны кебі. Украина көветчілері ең аз 85 ұжымны тоқтатты. Ишгалчы мемориетлер бүтін күчлерінен өзінің пассапортларына алмаға ерлі сәкенлеріні мейжбүр ете, атта евлерінден сүргін етежеклерінен қорқыталар. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовились передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено в невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їхні будинки розквартировують російських найманців. Челябинсктен аскерлеріні Қырымда чұқырлар қазмаға зорладылар. Украина шарқи мудафа координацион мерkezінің спикері Наталья Гуменюкның айтқанына көре, рус муендислік бөлігі Қырымның мудафасыны құветлештірмек үшін 2000 километр тешкил еткен yolдан ярмадаға келіп чықты. Айнен анда Русия өзінің esas күчлеріні чұқырлар, қоралар ве қоршалама тесислеріні құрмақ үшін yolлады. Наталья Гуменюкның айтқанына көре, бұл кібі әрекетлер хусусан Херсон вилетінің сақ тарафы ишгалден құртарылған соңра жоқлашмаға башлады. Як казали в старому одеському анекдоті, допомогти їм це не допоможе, але до землі звикнуть. Коли вони вшивалися з правого берега, вони вже тоді відміряли собі щонайменше 3 рубежі оборони і усвідомлювали, що Сили оборони України не зупиняться безпосередньо на березі річки Дніпро. Вони будуть просуватися і далі. Қырым ялыларында екене туристлер анжақ Украина силалы көветлері ола біле. Көрінішке көре рус ишгалжы акимиеті де бұны аңлап Қырымның ялыларыны күчлештірмеге башлады. Кезлеп жеварларында чықарылған видео ресімлерге бақыжақ олсақ, ерлі ялыда ишгалжылер чұқырлар қаза, оларны тақталарнен көветлештіреве топ мерми силахлары үшін ер азырлай. Видео муэллефнің қайдеткеніне көре ишгалжы үкімет бұл сене туристлерінің кележегіне пек ишанмай. И о каком сезоне в Крыму говорить, как курортник попадет на море, если тут все вот так вот 200 километров от таких окопов. Это ж пи***ц. Вот так вот туда хуй знает, куда все это идет. Вот это все, весь Крым так западный.
АТР телеканалы uyduda yayınını gayridan tıkladı. Venda işgal edilgen Kırım'da seyir etilmesi mümkün. Astra 4A uydusuna buyurunuz. Transponder 11766. Tezligi 30.000. Polarizasyası horizontal şekilde H. Hata düzeltmesi 2'de 3. Evvelden olğanı gibi biz kabel bağlarında da barmız. Eğer interaktif rakam şekilli telekorüv sizlerge daha onaytlı olsa bizlerini Megago, Divan TV, All TV ve Lanet TV'de seyredebilirsiniz. ATR telekanalının YouTube sayfasına da abone olmağı unutmanız. Böylece beraberlikte işgal edilgen Kırım'da boysunmagan vatandaşlarımızı informasyon şekilde desteklemeye yardımcı olabilirsiniz.